Құрметті ата-аналар, бұл әңгіме осы оқиғаны өз басынан кешірген, өмірі ойран болып, орны толмас қайғымен күн кешіп келе жатқан жігіттің басқаларға сабақ болсын деген өтініші бойынша жазылды. Көрші ауылдағы достары Берікті қонаққа шақырды. Бір досының туған күні еді. Сол туған күнде Самалды жолықтырды. Өте көрікті, мінезі де бір тоға, көп сөйлемейтін жан екен. Ал Берік сөзге шебер, жанындағы адамдарды өзіне баурап алатын қасиеті болатын. Самалды көргенде жүрегінде бір сезім пайда болғанын сезінді. Жақсы отырыс болды. Көп көңілді әңгіме айтылды. Бәрі тарқаса бастағанда Самалға жақындап, шығарып салуға өтініш білдірді. Самал да басын изеп, қарсы болмады. Міне, сөйтіп екеуінің бір-біріне деген махаббаты басталды. Берік өзі қарапайым, отбасының баласы еді. Ата-анасы болып, ес білер білместен ажырасып, әкесі басқа отбасын құрып кеткен. Анасы да басқа отбасын құрып кеткен. Анасы да басқа еркекке тұрмысқа шыққан еді. Бірақ ол адам жақсы болмай шықты. Берікке үнемі ұрсатын. Анасы жоқ кезде ұрып та алатын. Кейін анасына да қол көтере бастады. Ержете келе, Берік өгей әкесімен ұстасып, жиі шексіп қалатын. Өйткені үнемі анасын қорғаштайтын. Осының бәрін түсінген анасы күйеуімен ажырасты. Берік анасы екеуі қалды. Ауылда ұсақ-түйек жұмыс істеп, Берік анасының бір жағына шығысып жүрді. Ал Самалдың отбасы керісінше ауқатты еді. Әкесі кәсіпкер, анасы қызметте істейтін. Самал кенже қыздары болатын, еркелеу еді. Берік Самалға жиі баратын болды. Екеуінің арасында шынайы махаббат пайда болды. Кімнің не істеп жүргенін ауылда бәрі біледі. Қыздарына көрші ауылдағы Беріктің келіп жүргенін естіген анасы мен әпкесі екеуі бұған қарсы болды. Самал олардың айтқанына көнбейді. Берікпен кездесуін әрі қарай жалғастыра береді. Махаббатқа толы албырт жастық. Бір жылдай уақыттан кейін екеуі үйленуге шешім қабылдайды. Қыздарының көңіліне қараған Самалдың ата-анасы той жасап ұзатып береді. Енді екеуінің отбасылық өмірі басталды. Берік талайдың арманы болып жүрген қызға қол жеткізгеніне өзіне бір кереметтей сезіне бастады. Бойында тәкаппарлық пайда болды. Қайын атасы өзі тұратын ауылдан көмектесіп, шағын кәсіп ашып берді. Қалтасына азнаулақ артық ақша түсе бастады. Бұрынғы Берік емес, Беке бола бастады. 100 грамм оның арты келіншектер. Сөйтіп Самалдың көзіне шөп сала бастады. Достарды айтып көрді. Олар менің өстіп жүргенімді көре алмайды деп, оларға мүлдем құлақ аспады. Тым еркінсіп кеткені сонша, Самалдың көзіне үшінші рет түсті. Үйге келгенде әйелінен соңғы рет ескерту алды. Самал сондай тәрбиелі қыз еді. Көп сөйлемейтін. Бір жағынан Берікті жақсы көрді. Мүмкін ойлаған шығар, қояр бір күні қыдыруын деп. Берік болса, сол баяғы әдетіне салып, өзінен біраз жас үлкен келіншекпен отырған. Ойда жоқта Самал кіріп келді. Берікке, не деген ұяты жоқ адамсың? Мен саған айттым ғой соңғы рет кешірдім деп. Енді қош бол, деп шығып кетті. Берік бөтен келіншектің қасында өзін кереметтей сезініп, кетсең кете бер, сені кім шақырды, деп қала берді. Бір сағат уақыт өтпестен Беріктің жүрегі бірдеңені сезгендей, әлгі келіншекпен қош айтысып, үйге қарай алып шығып келді. Самал, деп дауыстап үйге кіргенде, еш дыбыс естілмегендей көрінді. Бірақ бір бөлмеден қырылдаған дауыс естілді. Соған қарай ұмтылған Берік өз көзіне өзі сенбеді. Көз алдында асылып тұрған Самалды көрді. Самал, деп айқайлап ұмтылды. Бірақ қарлығып даусы да шықпады. Келе сала екі аяғынан көтеріп, жіпті жұлып алғанын өзі де сезбей қалды. Самал ес-түссіз, тек ақырын қорылдаған дыбысы шығады. Үйге келген кезде көрші үйдің алдында көлігі тұрған көршінің соған жүгірді көмек сұрап. Ол да бірге жүгіріп келді. Мән-жайды түсіне қоймаған көршісі екеуі Самалды тездетіп көлікке салып, емханаға қарай жеткі жөнелді. Емханаға жақын қалғанда Самал Беріктің алдында соңғы бір рет дем алды да бұл дүниемен қош айтысты. Мұндай өлімнің арты айқай-шусыз болмайды. Сараптама тағайындалды. Онда Самалды еш ұрмағаны дәлелденді. 1 айдың көлеміне
Ұласты айқай. Ақыры іс жабылатын болды. Самал өз өлімінен өлген деген шешім шықты. Бірақ анасы мен қайнапасы қарғады. Құдай жазаңды берсін. Өмірің қайғыға толы болып, ұрпақсыз, жаназасыз өл, деді. Міне содан бері берік 3 рет үйленіп ажырасты. Балалары да шетіней берді. Қазір анасының жанында 2 рет көлік апатына да түсті. Одан да аман қалды. Өмірі өмір емес, қайғы мұңға толы. Қайда жүрсе де, не істесе де жолы болмайды. Самалды еске алады. Өзінің мұншалықты ақымақ болғанына жыны келеді. Сондай көрікті жары болды. Соның қадірін білмей, оның арын таптап, қайдағы бір қаңғыбас келіншектерге барды. Өз-өзін жеумен келеді қарғысқа ұшыраған берік. Ендігі өмірінің не боларын өзі білмейді. Тек осының бәрін мойындап, басқалар мұндай қателікті қайталамаса екен дейді. Өз басынан өмірінің не боларын өзі білмейді. Тек осының бәрін мойындап, басқалар мұндай қателікті қайталамаса екен дейді. Өзінің басынан өткен қиын жағдайлардан біреу болса да сабақ алар, жасап жатқан жат қылықтарынан кеш болмай арылар, түзелер деп өтінішін білдірген. Өз кінәсін мойындау да екінің бірінің қолынан келе бермейтін батыл қадам. Мүмкін мейірімі мол Алла кешірер. Беріктің ендігі тағдыры Алланың құзырында.